Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым, менің есімім Аманжол. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы үш құрамдасты интеграцияланған жүйе. Қазақша атауы осылай, орысша атауы трехкомпонентная интегрированная система. Орысша атауын берген себебім, егерде менің видеомнан кейін қызығушылық танытып, тағы да қосымша ақпарат қарайтын болатын болсаңыздар, өкінішке орай орыс тілінде ақпараттар өте көп, сондықтан осылай осы атпен іздесеңіздер табасыздар. Бүгінгі таңда осы жүйені асыға күтіп жүрген кәсіпкерлер өте көп. Оның ішінде саудагерлер, магазинде бар саудагерлер осы жүйені асыға күтіп жүр. Неге? Өйткені осы жүйеге ену арқылы өздеріне бірнеше жаңағы артықшылықтар алып, салықты біраз қысқартуларына мүмкіндік береді. Яғни салықты аз төлейтін жағдайға алып келеді. Қандай салық? Оған қазір алдыдағы уақытта тоқтайтын боламыз. Бірінші, бұл жүйе жайында біраз ақпарат беріп өтейін. Бұл не? Өзі аты айтып отырғандай, үш құрамдасты интеграцияланған жүйе деген, яғни бір-бірімен тығыз байланысқан үш құрамдасты бөлік. Бір бөлігі ол онлайн бақылау кассалық аппараты, екіншісі посттерминал, және үшіншісі тауарларды есепке алудың автоматтандырылған жүйесі, яғни тауарларыңыз сіздің автоматты түрде есепке алынып отыратын жаңағы бір программа. Бірақ сіздер мына нәрсемен шатастырып жүрмеңіздер. Көптеген кәсіпкерлерде қазір 1С программасы бар, бақылау кассалық аппараты бар, посттерминалы бар. Яғни менде осы үшеуі бар екен, мен осы үш құрамдасты интеграцияланған жүйеде жұмыс істеп жатыр екен, енді мен салық бойынша оптимизация болу керек деген ой туындамасын. Бұл жүйені бір компания ұсыну керек, бір компания ұсынады. Қазір осы бүгінгі таңда, осы маусым айында мемлекет осы программаны ұсынатын, жаңағы осы жүйені ұсынатын компаниялардың тізімін оларға талап қою арқылы жасап жатыр. Яғни аккредитация жасау арқылы сол компаниялар тізімге енеді. Келесі ай шілде айында белгілі бір компаниялардың тізімі шығады. Яғни біз кімдерден барып осы үш құрамдасты интеграцияланған жүйе бойынша есеп жүргізуге болатын жаңа бағдарламаны мүмкін сатып аламыз, мүмкін арендаға аламыз, айту соған алуға болатын компаниялардың тізімі шығады. Соны алу арқылы одан кейін мемлекетке өтінім беріп, одан кейін барып келесі айдан бастап біз жаңағы интеграцияланған жүйе бойынша өзіміздің есебімізді жүргізіп бастаймыз. Енді не береді? Не үшін біз кәсіпкерлер күтіп жүр бұл жаңағы үш құрамдасты интеграцияланған жүйені? Соған тоқталсақ. Біріншісі мына упрощенка деп атады халық арасында, яғни оңайлатылған декларация негізінде жұмыс істеп жатқан жаңағы кәсіпкерлер үшін салық кезеңіндегі табыс мөлшері 63 миллионнан, яғни жарты жылда біз салық кезеңі ол жерде жарты жыл ғой, 63 миллион 700 мыңнан, егерде мына жүйемен жұмыс істейтін болатын болса, онда 249 миллионға көтеріледі екен жаңағы табыс мөлшері. Енді өздеріңіз білесіздер, көптеген кәсіпкерлер осы упрощенкадан шығып кетпес үшін басқа бір компания ашып жатады, басқа да бір жолға барып жатады. Бірақ мына жүйеге кіргеннен кейін осы 63 миллион, жарты жылдағы 63 миллион 249 миллионға көтеріледі екен. Және қосылған құн салығына байланысты. Көптеген кәсіпкерлер қосылған құн салығына өткісі келмейді. Неге? Өйткені өзінің айналымынан 12% мемлекетке салық төлегісі келмейді. Сол үшін бұл жерде де жаңа басқа бір компания ашу, жаңа табысын жасыру сияқты басқа бір нәрселер туындап жатады. Ал егер мына жүйемен жұмыс істейтін болатын болса, онда бізде бір жылдағы салық жаңағы шек бізде 30 мың айлық есептік көрсеткіш болған. Яғни теңгеге шаққанда 79,5 миллион теңге болған бір жылдың ішіндегі оборот. Ал егерде мына үш құрамдасты интеграцияланған жүйеге өткеннен кейін бұл шек 144,184 айлық есептік көрсеткішке өседі екен. Теңгеге шаққанда 382 миллион 200 мың теңге шамасында болады. Енді қараңыз қанша есе өсті. Сонда кәсіпкерлердің асыға күтіп жүрген себебі осы. Оның ішінде бірінші кезекте мына жаңағы сауда саттықпен айналысатын кәсіпкерлер бұны күтіп жүр. Енді қараңыз, бірақ мына жерде мынандай бір нюанс бар. Осы жаңағы мына упрощенкадан келесі жаңағы неге өтіп кетпес үшін 63 миллион еді ғой.
жаңағы үстіндегі қалған разницасы ол егерде сіздің сатып алушыңыз сізбен безналичный мына карточка арқылы есеп айырысатын болатын болса. Бірақ карточкалық есеп айырысу сіздер Каспи арқылы переводпен шатастырып алмаңыздар. Карточкалы есеп айырысу деген ол кәдімгі посттерминалға карточканы салып, ақша сіздің шотыңызға түсетін жүйе. Яғни сол арқылы есеп айырысатын болса, сол кезде барып мына 63 миллионға да байланысты жаңағы упрощенкадан общий установлениеге өтіп кетпеу шегі. Және НДС-қа шығып кетпеу үшін осы жаңағы 30 мың айлық есептік көрсеткіштен 144 айлық есептік көрсеткішке өту, осының арасындағы айырмашылық осы карточка арқылы болу керек. Яғни посттерминалды пайдалану арқылы өткен операциялар бойынша, сатып алулар бойынша сізге жаңағы мына шек өсіп отыр. Қайталап айтамын. Мысалы қараңыздар, бізде бұрын мысалы мына 63 миллион 700 мың теңге упрощенкадан общий установлениеге өтіп кетпес үшінге шек болатын, мысалы. Енді ол 63 миллион 700 мың теңгені тек қана мына наличный расчетқа ғана қалтырасыздар. Қолма-қол жаңағы айырысатын есепке қалтырасыздар да, жаңағы үстіндегі мына 249 миллион екеуінің арасындағы айырмашылық 185 миллиондай шамасында айырмашылық ол карточкамен безналичный есеп айырысатын соның есебінде болу керек. Яғни жарты жылда қолма-қол есеп айырысатыны 63 миллион 700 мың аспау керек, және карточкамен есеп айырысатыны 185 миллион аспау керек. Екеуін қосқан кезде 249 миллион 400 мың теңгенің шамасынан аспау керек жарты жылда. Сәйкесінше қосылған құн салығына да байланысты солай. Бізде қолма-қол ақшамен есеп айырысуға шек 30 мың айлық есептік көрсеткіш, ал егерде карточка арқылы есеп айырысатын болатын болсаңыз, 30 мың айлық есептік көрсеткіштің үстінде ар жағында 144 мың 184 айға дейін арасындағы айырмашылығын біз безналичный карточка арқылы есеп айырысуға пайдалансақ болады. Сол арқылы біз упрощенкадан да шығып кетпейміз, НДС-қа да өтіп кетпейміз. Сол арқылы біз салықтан біраз жеңілдейміз. Енді өздеріңіз білесіздер, упрощенный режим бойынша мемлекетіміз кәсіпкерлерді 2023 жылға дейін салықтан босатты. Яғни 3% салықты төлемейтін боласыздар. НДС-қа өтіп кетпейтін болатын болсаңыздар, онда 12% НДС төлемейтін боласыздар. Көріп тұрсыздар ма, сіздерге қандай жеңілдік болады? Яғни осы трехкомпонентный интегрированный системаның жаңа шыққанын кәсіпкерлердің күтіп жүруінің негізгі себебі осында. Кімдер қолдана алады бұл жүйені? Яғни барлығы қолданып кете алмайды, тек қана арнайы салық режимде жұмыс істейтін кәсіп иелері. Ол патентпен жұмыс істейтіндер, упрощенный декларациямен жұмыс істейтіндер және специальный налоговый режим с фиксированным вычетом белгіленген шегерімді пайдаланатын арнайы салық режимі. Осы үш салық режимінде жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер осы үш құрамдасты интеграцияланған жүйені қолдана алады екен. Енді қорыта айтқан кезде, жалпы берейін деген ақпарат осы болған. Қорыта айтқан кезде кәсіпкерлердің тағатсыздана күтіп жүрген себебін сіздер көрдіңіздер, түсіндіңіздер. Енді сіздерде мысалы магазин иелері, мысалы сіздерде қазір елдің бәрінде қолында карточка, елдің бәрінде переводпен жаңағы ақшамен келіп карточка қабылдайсыз ба деп карточкамен ақшаны қабылдап сіздер қазір упрощенкадан осы уақытта уже келесі салық режиміне өтіп кеткен боларсыздар. Ал келесі салық режимі ол жақта уже салық несі көп, жаңағы салық мөлшерлемесі де көп. НДС-қа өтіп кететін болсаңыздар, мысалы саудагерлер сіздерге тіпті қолайсыз, өйткені өздеріңіз қосатын үстінен 10-15% жаңағы маржаларыңыздың ішінен 12% сіздер мемлекетке НДС төлейтін болсаңыздар, онда өздеріңізге еш нәрсе қалмайды. Сондықтан мына сіздер үшін үш құрамдасты интеграцияланған жүйенің беретіні өте көп. Сондықтан менің каналыма жазылып алыңыздар. Бұл ақпаратты барынша таратыңыздар, және де мына қоңыраушаны басып қойыңыздар, өйткені мен осы сияқты көптеген ақпараттарды берем. Сол ақпараттарды дер кезінде тыңдап, дер кезінде менің айтқан ақылдарыма құлақ асып, соны жүзеге асырып отыратын болсаңыздар, сіздер жаңағы салықтан да қашпайсыздар, ештеңе жасырмайсыздар. Заңның шеңберінде, бірақ мемлекетке аз салық төлеп отыратын жағдайға жететін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар.